Көптеген ата-аналар ақылды бала деп кімді айтады. Сабағы 5 өзі тәртіпті айтқанда ие бейтін баланы ма? Бірақ шын мәнінде болашақ данышпандардың белгілері мүлдем басқаша болуы мүмкін. Ғалымдар нағыз зерек баланың 3 жасырын қасиетін атады. Біріншісі ыңғайсыз сұрақта. Зерек балалар жай ғана бұл не деп сұрамайды. Олар неге бұлай қалай жұмыс істейді деп сұрайды. Бұл кейде шаршатады. Бірақ қуаныңыз. Бұл бала менің ашқарақтығы. Ол әлемді жай ғана қабылдамайды, оны зерттейді. Екіншісі терең зейін. Балаңыз бір іске кіріскенде сізді естімей қала ма? Құлағын естімей ме деп ұрысуға асықпаңыз. Бұл флау немесе ағын пүйі. Олар назарын толық бір нүктеге шоғырландыра алады. Бұл қабілет болашақта күрделі мәселелерді шешу үшін ауадай қажет. Үшіншісі өз пікірін қорғау. Олар ережелерге соқыр сенбейді. Егер бір нәрсе әділетсіз болып көрінсе, олар дауласады. Бұл тәрбиесіздік емес, бұл сыни ойлаудың бастауы. Олардың өз логикасы бар. Сондықтан құрметті ата-ана, егер балаңыз тым белсенді немесе ыңғайсыз болса, оны басып тастамаңыз. Сіздің үйіңізде кішкентай зерттеуші өсіп келеді. Оған қанат бітіріңіз.